достар, қалайсыздар? Бүгін отбасымызбен мамамның туған күніне, Майсатқа келдік. Мен жешем, үлкен көкем. Көкем туған күні ертең десе екеуі бірге. Көкем туған күні ертең. Крашыным Тимош. Тимош деп айтатын болдық, В общем, осылай кешкі астамыз. Баршаңызға қайырлы кеш болсын. Астарыңыз дәмді болсын. Күшті тамақ. Күшті меген? Қай жерде екеніңізді айтпадың ба? Айтыңыз кән. Тамақ өте керемет. Қайтқың келмей жатыр. Көзің береді, қайтадан қалайын деп жатыр. Вообще крутой, құттықтамай, еще құттықтамай. Жоқ, біз көрмеген. Я лично. Братан, честно поздравил. Осы жігітті көріп қалдық. Бүгін анасының туған күні екен. Кіріп құттықтап қойыңыздар. Қалай? Қалай сөйлесеміз? Как с ним разговаривать? Непонятно, аурасы бөлек. Как с ним разговаривать? Осылай ақтан жаңалық. Біз чересур қарапайым. Ой, мамам келеді. Мінекей, Садәулеттің анасы. Саламатсыз ба? Мен первашым ғой бұл. Бір жерде сізден сақтың ба? Бәріміз бірге Где он мог видеть? Она моя первашка, братан, знаешь? Где мог? Подожди, первашка, подожди, а где тебя мог видеть? Про меня, что ли? Я этот, Ханзада же. Я же принц. Принц Ханзада. Я же... Қыздар менің мұрнымдағы пирсинг дейді ғой, негізі пирсинг емес екен, бұны нострил деп айтады екен. Осыны сұрайды, ауырта ма, ауыртпай ма. Жалпы мен бұл нәрсені кішкентайымнан армандайтынмын, мұрным тесілген. Неге десеңіздер, маған кішкентайымда енді бірең сараң қызда ғана болатын, маған көзіме ерекше болып көрінетін, прям отличаться етіп тұратын басқа қыздардан ше. И тем более қара қыздар не істеп алатын, олар вообще ерекше көрінетін. Сонымен бір арманда қалмайыншы дедім. Бұрын мамам рұқсат бермейтін, енді күйеуге тиіп кеттім ғой, күйеуім рұқсатын алдында. Барып жасатып алдым, өкінбеймін, прям өзіме қатты ұнайды, бір гештальтымды жапқан сияқты болып. Енді кайф. В общем, аманбыз, шүкір. ДТП қалай болғанын айтып берейін. Біздің машина түнімен Талдықорғаннан жол жүргеннен бір дөңгелек, дырылдатты. Қарасақ, оказывается, дөңгелек передний болттар боса кеткен, екі-ақ шурупта бос болып тұрған ғой, Сонымен хорошо, что түнде біз ақырын жүріп келгенбіз. Сонымен аман есен жеткенбіз. Сонымен Сайынның бойына келген кезде уже видим, что дөңгелек уже түсейін деп тұрған. Сонымен тоқтатып аварийка жағамызда, жаңағы енді қатырайық деп ойлаймыз. Сөйтіп, аварийка жағып, жолдың шетіне қоямыз. Мен алдында отырмын, ременімді шешем, и сөйтіп отырған кезде артымыздан үлкен машина келіп соғады ғой. Қатты удардан, анау газ бен тормозды перепутать етіп алған екен. Сонымен қатты удардан машинаның алдындағы бүкіл жаңағы нелер, панелі алдыға қарай ұшты, маған қарай бетімді ұрдым бір жерге, бірақ бетім көгермепті, еш нәрсе болмапты, шүкір. И белімнен қатты удар болды. Содан кейін ішім кішкене ауырды. Содан пока все это разбирали.